Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін мен сіздерге тағы бір капсулаларды зерттеп, құрамын зерттеп, сол туралы айтып берейін деп отырмын. Негізінен қазір мынадай мәселе өте актуальны болып тұр. Ол артық салмақ деген, семіздік деген ұғым қазіргі қоғамда көп адамдарды мазалайды. Неліктен? Себебі қазір питание дұрыс емес, ұйқы режимі дұрыс емес, стрессті жағдайлар, организмде зат алмасу процесінің бұзылыстары, түрлі аурулар, осылардың барлығы ең соңында неге алып келеді? Артық салмақтың пайда болуына алып келеді. Енді ол адамдар артық салмақ пайда болғаннан кейін олай жүргісі келмейді, салмақ тастағысы келеді. Сонымен көршінің айтқаны, туысқанның айтқаны, немесе аптекаға барып белгілі бір шайлар, напитоктарды алып ішіп салмақ тастамақшы болады. Алады, ішеді, бастапқы күндері күніне 3-4 реттен үлкен дәретке барады, сөйтіп салмақ тастай бастайды. Белгілі бір диетаны сақтайды, тұзсыз тағамдар, немесе тек қана бір күн алма жеу, бір күн тек қана гречка жеу деген сияқты интернеттен көріп бір диеталарды ұстанған болады. Кейін ол диета аяқталғаннан кейін ол адамдарда үлкен стресс пайда болады. Неге? Себебі салмақ тастау деген нормадағы балансты олар бұзып тастайды. Организмге үлкен сбой жасайды. Қалыпты жағдайда олай салмақ тастауға болмайды. Неліктен? Сол үлкен дәретке шығу арқылы ішектің бойындағы қалыпты микрофлораны сыртқа шығарып жібереді. Талшықтарды сыртқа шығарып жібереді. Макро-микроэлементтер, витаминдер, қаншама зат алмасу процесіне қатысып отырған ферменттер бар, солардың барлығын сыртқа шығарып жібереді. Ол организм үшін үлкен стресс. Сонымен қатар, ішектің бойында орналасқан микрофлора, олар гормондар өндіріп отырады. Гормонный счастье деп айтамыз, дофамин, серотонин гормондарын өндіріп отырады. Енді ол микрофлора жоқ, сыртқа шығып кетті. Енді организмде гормон жетіспегендіктен адамда стресс пайда болады. Сол стресстің әсерінен диета аяқталғаннан кейін әрбері ол адам өзін ұстайды, болмаған соң алдына қойылған тамақтың барлығын жей береді, тәттіні жейді, қайтадан баяғы салмағын, тіпті одан да бетер салмақ қосып алады. Сондықтан да мұндай сбойды адамдар өз қолымен жасамау керек. Мүмкіндігінше диетологтың тағайындауымен, бақылауымен, немесе белгілі бір ұзақ уақытты программалар арқылы, немесе питаниені дұрыстап бұзып алмай жасау керек. Егер де сіз күніне тек қана алма жейтін болсаңыз, сіздің организміңізге қажетті белок, алманың ішінде кездеспейтін басқа витаминдер, макро-микроэлементтер сіздің организміңізге түспей қалады. Ал сіз күнделікті белок, талшықтар, макро-микроэлементтер, витаминдер барлығын ағзаңызға түсіре отырып, клеткалық уровеньдағы зат алмасу процесіне әсер ете отырып салмақ тастауыңыз керек. Сол кезде ол эффективті болады. Камбоджа елінде түрі асқабаққа ұқсас, мынадай өсімдік өседі. Піскен кездегі түрі сары, іші апельсинге ұқсас болады. Өнімнің гарциния деп аталу себебі де осы өсімдікке байланысты. Гарциния плюсты дайындау үшін ең алдымен осы жемістің сыртқы қабығын аршып, оны кептіріп алады. Содан соң оны ұнтақтап, одан гидроксицитрин қышқылын алады. Гидроксицитрин қышқылын 1960 жылы биохимиктер зерттеп анықтаған. Оның қызметі организмде артық майлардың жиналуына кедергі келтіру болып саналады. Енді ол қалай кедергі келтіреді деген сұраққа жауап берейік. Ол үшін ақ қағаз бен ручкаларыңызды алсаңыздар болады. Мен сіздерге қазір нормадағы жағдайды сіздерге түсінікті болу үшін жеңіл қылып түсіндірейін. Мысалы үшін тамақты жейміз, одан кейін ол ЖКТ дейміз, яғни желудочно-кишечный тракт, асқазан, ішек жолдары арқылы тамақ жылжиды, үгітіледі, қорытылады, әрі қарай ішек арқылы сіңіріледі. Ішек арқылы сіңірілгеннен кейін ол қайда барады? Көмірсуымыз бар, глюкозалар бар, майлар бар, бәрі өт арқылы, ұйқы безінен бөлінетін ферменттер арқылы бәрі майда болып ыдыратылды. Енді ішек арқылы бауырға барады. Бауыр қабылдап алады да, сосын көмірсуларды алады. Одан кейін соны екі топқа бөледі бауыр алып.
біреуін энергия ретінде қолданатын көмірсулар, екінші бөлігін майлар ретінде қорға жинақтайды нормада. Осылайша адамда артық майлар пайда болады. Кейін егерде қажет болып қалған жағдайда сол майларды қолданамын деп ойлайды организм. Сондықтан артық көмірсуды қор ретінде май қылып жинап қояды. Бұл мен сіздерге жай ғана сіздерге түсінікті болсын деп жазып жатырмын. Негізі медициналық, яғни биохимия жолымен түсіндіретін болсақ, бұлардың барлығы глюконеогенез, АТФ, олардың синтезделуі, түрлі ферменттердің атауы, оның барлығын айтсам сіздердің миларыңыз ашып кетеді. Сондықтан өте жеңіл болсын деп қазақшаға барынша аударып солай түсіндіріп отырмын. Дегенмен де сол ми ашытатын ферменттердің ішінен сіздерге біреуін айтпай кетсем болмайды. Ол цитратлиаза деген фермент. Бұл цитратлиаза не үшін керек? Жаңа айттым ғой, майларды қор қылып жинақтаймыз деп организмде. Сол қор қылып жинақтау үшін цитратлиаза деген фермент қажет болады. Егер бұл фермент болмаса, организмде май түзілмейді. Мына гарциниан ішіндегі бағана айтып отырған гидроксицитрин қышқылы дәл осы цитратлиаза деген ферментке келіп әсер етеді. Яғни осы цитратлиаза деген ферментті өндірілуін төмендетіп тастайды. Сол кезде артық май жиналмайды. Енді біздің организмімізге қажетті энергия көзі керек болған кезде көріп отырсыздар, артық қор май жоқ жинақталып жатқан. Демек, бұрыннан қорға жинап қойған майларды аламыз, соларды ерітеміз. Сөйтіп біз өзімізге қажетті энергияны аламыз. Осы арқылы гарцинияны ішкен кезде салмақ тастауға болады. Көрдіңіздер ма? Барлығы табиғи жолмен. Ішекті өткізіп, ішектің бойындағы микрофлораны бұзылысқа ұшыратып, талшықтарды сыртқа шығарып жіберіп, ондай организмде нормадағы процестерді бұзылысқа ұшыратпай, просто қорға жинақталатын майдың көлемін азайтамыз. Цитратлиазаны төмендету арқылы. Артық майлар еріп, энергия пайда қылады. Сол себепті гарциния плюсті жиросжигающие таблетки деп айтып жатады. Яғни майды ерітетін таблеткалар деп. Енді гарциния плюс аппетитті қалай басады? Ол тікелей миға әсер етеді ма деген сұраққа келейік. Жоқ, ол да кәдімгі организмде жүретін белгілі бір механизм. Ол кезде тікелей миға әсер ететін гарцинияның құрамында ондай еш нәрсе жоқ. Бұл кезде бауырды аламыз, бауырға көмірсулар келеді. Оның құрамындағы күрделі көмірсулар полисахаридтер болады. Содан гликоген түзіледі. Гликогендер болады. Егерде бауырда гликоген толық жеткілікті дәрежеде болатын болса, организм біз уже тоқпыз, бізге тамақ керек емес, біздің қарнымыз аш емес деген миға сигнал жібереді. Соответственно, ми организм тоқпыз дегеннен кейін, значит, ешқандай да аппетит керек емес екен дейді да, аппетитті снижать етеді. Сөйтіп, аппетит басылады. Гарцинияның құрамында сонымен қатар хром пикалинаты бар. Ол қазіргі кезде адамдарда тоже жеткіліксіз. Неліктен десеңіз, тәтті жегеннен кейін оларды ыдырату үшін, қантты ыдырату үшін осы хром пикалинат мен инсулин организмде жұмыс жасайды. Егер хром пикалинаты жеткіліксіз болатын болса, онда әлсіздік болады, артық май жиналу белсене түседі, қант диабеті пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар жүрек ауруларын алып келеді. Енді гарцинияның құрамына кіретін тағы триглицеридтер және софлор майлы жайлы айтайын. Триглицеридтер бұл кокос майынан алынады, ең пайдалы майлар болып саналады. Олар қандағы холестеринді төмендетеді, тамырлардың қабырғасының беріктігін арттырады, шаш, тырнақ, тері қабаттарының беріктілігін қамтамасыз етеді, ылғалдандырады. Сонымен қатар жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі. Триглицеридтер мен осы софлор майы организмде зат алмасуды күшейтіп, ағзада энергия пайда қылады. Сондықтан да спортпен шұғылданатындар, жеңіл және ауыр атлетикамен айналысатындар үшін энергия көзі болып саналады. Жалпы гарцинияның сыртындағы капсулаларының өзі натуральный, яғни табиғи жолмен жасалынған. Оның құрамында желатин, мүйізді ағаш экстрактісі, глицерин және дистилденген су бар. Кімдерге қарсы көрсетілген десеңіздер, ол жүкті әйелдерге және емізулі әйелдерге желатин ішпегені жақсы, себебі
балаға барады. Гарциния туралы ақпараттар осындай. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беремін.